Köyüp atkanбыз го, иштеп калды. Мен Терезі кент әкім аппаратының өкілі ретінде есімім Шайши Барам Амангелдіқызы. Бүгінгі ашық жиналыста біз Сырдария ауданы Терезі кентіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны үшін атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығындыларының шекті норматив жобасын талқылайтын боламыз. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың өткізу регламентімен бекітіп алсақ. Қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркейміз. Келісілген уақытта қоғамдық тыңдаудың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамаларды талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескерту мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашы өз кезегінде қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді және қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентті бекіту бойынша дауыс беріп жіберсек, қарсы емес. Қарсы болмасаңыздар, стол көтеріп. Ендігі кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап алсақ. Хатшы ретінде Жүсіпова Гүлназ ханымды таңдаймыз. Бұнда қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Баяндама оқылғаннан кейін сұрақтарыңыз болса, қоя бересіздер. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен есімім Жүсіпова Гүлназ. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбымен таныстыратын боламын. Бүгінгі ашық жиналыста Сырдария ауданы Термезе кентінде қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны үшін атмосфералық ластаушы заттардың рұқсат етілген шекті нормативінің жобасын талқылайтын боламыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан, ең жақын елді мекен 1,41 км қашықтықта орналасқан. Территория аумағында тарихи мәдени мұра объектілер, оның ішінде сәулет археология объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерден тыс жерде орналасқан. Атмосфералық ауа әсеріне келетін болсақ, алдын ала есептеулер бойынша ластайтын 6 көздер анықталды, 13-і ұйымдасқан, 3-і ұйымдаспаған болып табылады. Қатты тұрмыстық полигон болғандықтан бұлар 10 жылға бөлінеді, зиян заттарын шығарылады. Таблицада көрсетілген жыл бойына айтып шығайын. 26 жыл мысалға 8,451 тоннаны құрап отыр, 27 жыл 12,197 тоннаны құрап отыр, 28 жыл 15,943 тоннаны құрап отыр, 29 жыл 19,689 тоннаны құрап отыр, 2030 жылы 23,435 тонна, 31 жылы 27,481 тонна, 32 жылы 30,927 тонна, 33 жылы 34,673 тонна, 34 жылы 38,419 тонна, 35 жылы 42,165 тоннаны құрап отыр. Шаңғы сумен басу қарастырылған, өткізілген іс-шаралар нәтижесінде жыл сайынғы экологиялық әсері 0,398 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жер бетінде концентрация есептеу нәтижесі бойынша ауа бассейн ластану тек объектінің аумағында болады деп және осы ауданның экологиялық жағдай айтарлықтай үлес қосылмайды деп қорытынды жасауға болады. Су әсеріне келетін болсақ, сумен жабдықтау техникалық қажеттіліктер үшін тасымалдаған ауызсу қажеттілік үшін бөтелкедегі су қарастырылған. Суару машинасымен қызметті заңды немесе жеке тұлғалармен келісімшарт жасалады. Қатты тұрмыстық қалдықтар ылғалдандыруға тәулігіне 0,096 текшеметр су жұмсалады. Жылына 35,054 текшеметр су пайдаланады. Тұрмыстық ағынды сулар кәрістігіне одан әрі септикке жіберіліп отыр. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында аумағында қалдықтар келесі түрлер түзеледі. Аралас коммуналдық қалдықтар, майланған шүберектер, пайдаланған майлар, қалдықтар, батареялар, ескі пневматикалық шиналар, күл, барлық жалпы мөлшері қатты тұрмыстық қалдықтар полигон аумағында түзелетін қалдықтар мөлшері 368,51 тоннаны құрап отыр.
Қалдықтардың жиналуына қарай қауіптілік сыныбына сәйкес қалдықтардың әрбір тобына арналған контейнерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтарды қайта өңдеу лицензиясы бар мекемелерге беріліп отырады. Қатты тұрмыстық қалдықтардың полигонына қабылданатын қалдықтардың саны 2026 мен 2035 жыл аралығында қабылданатын қалдықтың жоспарланған мөлшері 3500 тоннаны құрап отыр. Бұның ішінен сұрыпталатын қалдықтардың көлемі 2765 тоннаны құрайды. Және де көмілетін қалдықтардың көлемі 735 тоннаны құрап отыр. Сұрыпталғаннан кейін қайта өңделетін материалдар келісімшартқа сәйкес мамандандырылған кәсіпорындарға беріледі. Сұрыптауға жатпайтын қалдықтардың қалған бөлігі қалдықтарды көму үшін карталар шығарылады. Апаттардың ықтималдығына келер болсақ, технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалануға авариялық шығарылар қалдықтардың ағынды суларды мүмкіндігін болдырмайды. Және де жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескерген жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса? Жобаны неше жылға жасап жатырсыздар? Жобаны 10 жылға жасап жатыр. 2026 мен 2035 жыл аралығында. Менде бір сұрақ бар еді. Менің есімім Нұралы. Сіздің фамилияңыз жазылды? Айтыңыз. Мен Сырсу филиалына bağlı, Сырдария ауданына қарасты қызметкермін. Есімім Нұралы. Сіздер су көзін қайдан аласыздар? Аққымыз? Естіп тұр ма? Су көзін қайдан пайдаланасыз? Bir minut videomda қосып жіберейін. Саламатсыздар ма? Менің есімім Шукова Аққымыз, жобалаушымын. Судың көзі техникалық қажеттілік үшін тасымалданатын болады, ал ішуге арналған су бөтелкедегі су болып пайдаланады. Жақсы. Фамилияңыз қандай? Сүйіндік. Басқа сұрақтарыңыз жоқ? Онлайн кіріп отқандар бар ма? Онлайн кіріп отқандар жоқ. Неге ше порталға сұрақ жауап салынды ма? Порталға сұрақ жауап салынған жоқ. Саламатсыздар ма? Тәуелсіз ресурстар басқармасынан сұрақ жоқ. Кеше ескертулер берілді. Ескертулер қабылданды. Рахмет. Басқа тұрғындардан сұрақ. Жоқ сұрау. Сіздің жаңа фамилияңыз қандай? Бірінші сұрақ. Тұманова Майра. Кім? Тұманова Майра. Протоколға енгіземіз. Болды онда, сұрақ жоқ, ешкім жоқ. Жоқ сұрау. Сұрақ болмаса, онда бүгінгі қоғамдық тыңдаудың ережесінің барлық талаптарының сақталуына байланысты өткізілді деп саналады және қоғамдық тыңдау жабық деп жарияланады.